Баршамызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге бекзат. Бүгін осындай қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ши бауырсағын әзірлейтін боламыз. Және де сіздермен бірге рецептісін бөліскім келеді. Ол үшін 1 стакан жылы суымызды ыдысымызға құйып, оның үстіне 1 жұмыртқамызды қосамыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Жарты қасық ас содасын саламыз. Шамалап тұз салып, оған 1 қасық шекер қосамыз. Осылайша барлығын араластырып, үстіне ұнымызды себелейміз. Араластыра отырып, үстіне ұнымызды қосып, осындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен барлық құрамын описанияға жазып кетем, сондықтан қанша қосу керек, барлығын қарасаңыздар болады. Мінекей біздің қамырымызды осылай илеп, жұмсақ қамырымызды 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді біз дайын болған қамырымызды осылай бөлікке бөліп, оқтаумен шамалап жазамыз. Қатты қалың да, жұқа да болмауы тиіс. Осылайша жазып алып, мінекей ұзынша қылып бөлеміз. Мінекей бөлгеннен кейін бұны осылай қолмен созуға болады, немесе осылайша лагманның тесті созып, осылай созып алуға болады. Және де осыларды мінекей кішкентайлау қылып кесіп аламыз. Қатты жіңішке де болмауы керек, орташа қылып жазып, оны майдалап кесеміз. Енді қызып тұрған табада біз бауырсағымызды, ши бауырсағымызды осылайша араластырып отырып қуырамыз. Өйткені қатты қызарып, тастай болып кетпеу үшін араластырып отырып осылай пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Әсіресе балдар өте қатты қуанатын болады. Мінекей біздің бауырсағымыз пісті. Енді менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария қалдырып, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.